Дінімізде сәлем қайтару жайында көп шариғат айтылады. Сәлем беру үлкен сауап. Енді басқа діндегі адам сәлем берген кезде қалай қайтару керек? Кейбір мұсылмандар ойлайды, ол кезде ва алейкум деп айта салу керек. Өйткені бір хадистің несін естіген, содан сондай амал жасайды. Енді ол хадистің шархы бар, фихы бар, мағынасы деп мақсаты бар. Ол кезде бұлай түсіндіреді. Ол кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинада тұрған кезде сонымен жауласып жүрген сол кітап иелерінің бір топтары болған. Кәдімгі жауласып дұшпандық істеп жүрген. Сонда солар мұсылмандармен, сахабалармен кездескен кезде Пайғамбарға саллаллаху алейхи ва саллям ассаламу алейкум орнына ассаламу алейкум деп айтады. Ләм әріпті алып тастап айтқан кезде мағынасы өзгереді. Сендерге бейбітшілік деп емес, сендерге өлім болсын деп сондай мағына болып кетеді, сондай сөз айтады екен. Соны осындай амал істеп жүргенде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар сұраған кезде не істейміз деп оларға қалай Алланың елшісі айтып ва алейкум дей салыңдар. Яғни осындай бұрмалап сәлемді дүзу айтпай басқаша айтып дұшпандықпен соғысып жүрген адамға осылай ва алейкум деп айтылады. Яғни бейбіт түрде дос болып жүрген, бейбітшілікте тұрған, бірге отандас болып, дос болып жүрген басқа діндегі адамға ва алейкум емес, ва алейкум ассалам деп айтуға да болады. Және ол дініміз бойынша ол дұрыс нәрсе. Алла Тағала Құран Кәрімде бір сөзінде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ла янхакумуллаху анил лазина лам юқатилукум фид-дини ва лам юхриджукум мин диярикум ан табаррухум ва туқситу илайхим инналлаху юхиббул муқситин. Алла Тағала сендерге тыйым салмайды, сендермен соғыспағандарды және сендерді үйлерінен шығармағандарды, сендермен солармен бірге жақсы қатынас істеуге, жақсылық істеуге, ат-табаррухум деген оларға жақсылық істеу және олармен әділ болу Алла Тағала тыйым салмайды. Арасында Алла Тағала әділетті құлдарды жақсы көреді. Яғни мұсылманның сипаты өзі әділетті болу. Кіммен болса, өзімен әділетті болу, басқалармен бәрімен әділетті болу. Және басқа да бір хадис бар, ол кезде басқа діндегі адам құрмет жасалады екен. Ол дәлел Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезінде бір жаназа өтіп бара жатқан кезде Алланың елшісі орнынан тұрып құрметтеп тұрады екен орнынан. Сол кезде бір мұсылман айтады, бұл мұсылман еместің жаназасы деген кезде Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям алейсат нафса, ол да адам баласы емес па? Ол да бір адам баласы ғой. Адам баласына құрмет ету керек. Алла Тағала Құран Кәрімде бір сөзінде айтады: «Валақад каррамна бани адам». Біз адам баласын, адам ұрпақтарын құрметті еттік. Құрметтедік адам балаларын. Және Алла Тағала Құран Кәрімде елшілерді өз қауымдарға сенбесе де, елшілердің дағуаттарын қабылдамаса да, және басқа тілмен айтып кәпір болса да, олардың ахахум деп оларды атайды. Олардың ағалар, олардың бауырлары деп. Бұдан біз түсінетініміз бауырластық, діни бауырластық бар, иман бауырластық бар, және адамзат ішіндегі бауырластық бар. Және мұсылман адам осылай өзін бүкіл жағынан, жақсы жағынан көрсетуге тырысады. Анау Құрандағы бір аятқа сай болмауға әрекет жасайды. Ол аятта Раббана ла таджална фитнатан лиллазина кафару. Раббымыз бізді сынақ ете көрме басқаларға, өзге діндегі адамдарға сынақ ете көрме басқаларға. Біздің әрекетіміз, сөздеріміз дұрыс болсын. Бізге қарап исламды жақсы көрсін адамдар. Дініміз неге шақырады? Сүйіспеншілікке, ауызбіршілікке шақырады, бауырламастыққа шақырады. Оның барлықтарын жақсы білесіздер. Бейбітшілікке шақырады. Сонда ана біреуге бейбітшілік, ассаламу алейкум, саған біреу тілесе, жақсы ниеттегі адам дос болып атқанып, сен оған тура солай тіле алмасан, ол қандай, ол не нәрсе? Сондықтан осы жерде осы нәрсені білу керекпіз. Әсіресе біздің отанымызда қанша басқа дін адамдар көп тұрады. Сол үшін бұл жерде ешқандай не жоқ, ешқандай біреу саясат істедім деп, бұлай өтірік айттым деп, бұл жерде ешқандай айып жоқ.
ассаламу алейкум, уалейкум ассалам деп айтсаңыз, жаңағы бейбіт дос болып жүрген басқа діндегі адам. Өткен басқа діндегі адам өзі дін үшін Алланың алдына жауап береді. Біз осы жерде бұл өмірде бір-бірімізге әділетті, бір-біріміздің хақыларын орындап, міндеттерімізді атқарып солай жүру керекпіз. Ертең Алланың алдына бәріміз жауап береміз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ала иляха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.